Полный залды. Көрініп тұр ма сізге? Иә, көрініп тұр. Оннан аса адам отыр, тұраған аяқта. Хорошо. Сұрашы, Асқар не істеді екен? Бастай беруге болады, бастай беруге болады. Все. Бастай беріңіз. Саламатсыздар ма? Менің аты-жөнім Жаугей Ерімбет Мырзалиевич. Статистика қызмет атқарамын. Өзімді қоғамдық тыңдау төрағасы ретінде ұсынамын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Арал аудандық ветеринарлық станциясының санаты бойынша объекттер үшін экологиялық рұқсат алу үшін ашық жиналыс нысандарын қоғамдық тыңдау. Күн тәртібі бойынша қоғамдық тыңдау жүргізуді Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмірі 286 бұйрығына сәйкес өткізілді. Ашық жиналыс нысанының қоғамдық тыңдау регламенті. Тақырыбы Арал аудандық ветеринарлық станциясы ШЖШК ККМ егіс санаты объекттері үшін экологиялық рұқсат алу бойынша күні 10 тамыз 2026 жыл. Өтетін орны Қазақстан Республикасының Қызылорда облысы Арал ауданы Қарақұм ауылы округ Абай ауылы Абай көшесі 51-ші үй басталды 15:30-да. Уақыт бағдарлама жоспары жауапты тұлғалар дейді. Мына жерде уақыттарын айта берейін бе бірден шетінен? Иә, айта бер. 15:25, 15:30 қатысушылар тізімі бойынша барлығы 11 адам. 15:30, 15:35 қоғамдық тыңдау кіріспесөздері қоғамдық тыңдау төрағасы. 15:30, 15:40 қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайлау. Қоғамдық тыңдауға қатысушылар 15:40, 15:55-те баяндама Таларыс жауапкершілігі шектеулі серіктес өкілдері. 15:50-де 16:05-те сұрақ жауап барлық қатысушылар. 16:05, 16:20-да талқылау қорытындысы қоғамдық тыңдаудың жауабы. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы қоғамдық тыңдаудың хатшысына өзін ұсынуға сөз беремін. Есімім Құлтаев Төрехан, Талғырыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инженер-эколог маманы болып табыламын. Ешкімде қарсылық жоқ па хатшыға? Егер қарсылық жоқ болса, онда бір қолдарыңызды көтерулерін сұраймын. Ешкімде қарсылық жоқ. Қатысушы хатшыны сайлауға қарсылықтарыңыз болмаса, бір қолдарыңызды тыңдауды ашық деп жариялаймын. Баяндамашы. Баяндамашы өзін таныстырып, басылатты презентация қорғайды. Қоғамдық тыңдау бойынша басқа сұрақтарыңыз болса. Жоқ, қазір мен жалғастырамыз. Саламатсыздар ма, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы 2026-2035 жылдарға арналған Арал аудандық ветеринарлық станциясы үшін екінші санатты объектілер үшін экологиялық рұқсат алу арналған жобалық құжаттар бойынша қоғамдық тыңдау. Осы қоғамдық тыңдаулардың негізі экологиялық кодекстің 96 бабына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу, яғни мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес өткізіледі. Жаңа бағдарламасын осы регламент таныстырып өтті. Нысан туралы негізгі ақпарат. Осы нысан екінші санатты жатады. Қызметтің түрі, яғни ветеринарлық қызмет болып табылады. Бұл Арал ауданының аумағында орналасқан. Жобалық құжаттаманы әзірлеу себебі қолданыстағы экологиялық рұқсаттың қолдану мерзімінің аяқталуына байланысты жасалып отыр бүгінгі жоба. Бұл карта схема, яғни осы көрсетілген көріп отырсыздар. 2026-2035 жылдарға арналған Арал аудандық станциясы екінші санатты объектілер үшін экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттар тобына келесі жобалар жатады. Бірінші 2026-2035 жылдарға рұқсат етілген шығарындылардың нормативтерінің жобасы,
2026-2035 жылдарға қалдықтарды басқару бағдарламасы, 2026-2035 жылдарға өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, 2026-2035 жылдарға қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары жатады. Енді алаңдар бойынша барлығы 126 ауа бассейні ластану көзі бар. Олардың 80-і ұйымдастырылған. Атмосфералық ластанудың негізгі көздері КР 1000 тұрмыстық жылыту пештері, бензогенераторлар, көмір сақтауға арналған қоймалар және күл сақтауға арналған контейнерлер болып табылады. Әзірленген нормативтерге сәйкес атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларына жалпы саны нормативтерге қол жеткізілген жылға 2026 жылы 26,93,95,66,75,67 тонна жылына құрайды. Оның ішінде қатты заттар 10,06,666,90,309 тонна жыл, газ тәрізді және сұйық заттар 16,17,28,97,72,28 тонна жылына құрайды екен. Атмосфераның ластануының негізгі көздері тұрмыстық жылыту пештері, яғни номері 0131-ден бастап 0115-0117 аралыққа дейін осы источниктер көздері тұрмыстық жылыту пештері болып табылады. Қыс мезгілінде жылу қамтамасыз ету үшін тұрмыстық жылыту пештері орнатылды. Көмірмен жұмыс жасайды. Көмірдің жылдық шығыны 240 тоннаны құрайды. Атмосфераға зиянды заттар бөлінеді. Олар азот, көміртек оксидтері, биорганикалық шаң және күкірт диоксиді. Шығарудың ұйымдастырылмаған көздері көмір сақтауға арналған қоймалар нөмірі 6009-дан бастап 6119-ға дейін көмір сақтауға арналған қоймалар болып табылады. Көмірді сақтау кезінде атмосфералық ауаға биорганикалық шаң бөлінеді. Шығарудың ұйымдастырылмаған көздері, яғни күл қош контейнерлері 6010-нан 6120-ға дейін аралықтағы источниктері осы қош контейнерлері болып табылады. Өндірістік экологиялық бақылау Қазақстан Республикасы экология кодексінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бақылау мыналарды қамтиды. Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары, өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу, табиғатты қорғау талаптарын сақтау және ішкі тексерулерді жүргізу. Шығарындылар мониторингі 90-на бір рет кезеңділікпен 80 ұйымдастырылған көздердің аспаптық өлшемдерімен көзделген. Бақылау нәтижелері бойынша есептер рәсімделеді. Анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қабылданады, егер бұзушылықтар анықталса, және жол берілетін шығарындылар нормативтерінің сақталуы қамтамасыз етіледі. 2026-2035 жылдарға арналған атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізбесі. Ластаушы заттардың тізбесі, яғни олар азот оксиді, азот диоксиді, көміртек оксиді, күкірт диоксиді, көміртек оксиді, бензопирен, формальдегид, алкан, тоқтатылған бөлшектер, құрамында кремний диоксиді бар, биорганикалық шаң, барлығы 26,23,95,66,76 жылына тонна шығарындылар шығады. 2026-2035 жылдары арналған. Енді қалдықтарға келетін болса, қалдықтарды жинақтау лимиттері көрсетілген. 26-35 жылдары қандай қалдықтар түзіледі екен? Қалдықтар майланған шүберек, жинақтау лимиті 0,101 тонна жылына, қатты тұрмыстық қалдықтар 13 тонна, пысықталған РСЛ 0,0054, медициналық қалдықтар 5, пайдаланылған майлар 0,108, пайдаланылған шиналар 0,08, қалдық аккумуляторлар 0,07, пайдаланылған фильтрлар 0,04, күл қалдықтары мен қош 72,15 тонна құрайды. Яғни 2026-2035 жылдар жылына 90,94 тонна жылына қалдықтар түзіледі. Сумен жабдықтау және сумен бұру. Сумен жабдықтау жобаланған жұмыстар ауданында тұщы су көздері жоқ. Ауыз су және тұрмыстық қажеттіліктер үшін, техникалық және өртке қарсы мақсаттар үшін сумен жабдықтау арнайы автоцистерналармен және әкелінетін бөтелкедегі сумен жүзеге асырылады. Ағынды сулар арнайы ыдыстарға жіберіледі, жинақталуына қарай сорылады және шартқа сәйкес мердігер
ұйым оны шығарып отырады. Жер үсті, жер асты сулары және жер бедеріне су ағызу жоспарланбайды. 2026-2035 жылдарға арналған қоршаған ортаға қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Бірінші, атмосфералық ауаға мониторинг жүргізіледі жыл сайын. Екінші, іргелес аумақты тазалау, яғни таза есебі акцияларын өткізу. Үшінші, өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, есепке алу, кәдеге жарату, оларды мамандырылған ұйымдармен уақытылы шығарып отыру. Яғни жаңа жоғарыда атап өтті, қалдықтардың түрлері, соларды арнайы мекемелермен шығарып отыруға міндетті болып табылады. Төртінші, қызметкерлерді экологиялық оқыту және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша семинарларға қатысу, яғни мамандардың біліктілігін арттырып отыру қажет. Бесінші, санитарлық қорғау аймағында іргелес аумақты көгалдандыру және оны күтіп ұстау. Яғни көгалдандыру жұмыстарын, ағаш егу, басқа да осындай жұмыстарды жүргізуге міндетті болып табылады. Бұл қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарында енгізіліп отыр. Назарларыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, қолдарыңызға болады. Табиғи ресурстарға бар ма екен сұрақ? Табиғи ресурстар басқармасы, сізде сұрақтар болса? Сұрақ жоқ. Экология сараптама барысында замечаниялар, ескертпелер жіберілетін болады. Жақсы, түсінікті. Сұрақ бар ма? Ауыл тұрғындары, сіздерде сұрақтар осы жобаға? Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ болса, онда төраға Қорытындылап. Қоғамдық тыңдау бойынша Сұрақтар түскен жоқ па осы жоба бойынша? жоқ. Түскен жоқ. Түскен жоқ. Жақсы. қоғамдық тыңдау бойынша басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда қоғамдық тыңдау аяғына жетті, тыңдау да өтті, жабық деп жариялаймын. Рахмет сіздерге. Жақсы, рахмет.